Мен Арыспаева Ғалия Серікқызы, Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы номер 21 орта мектептің информатика пәнінің мұғалімімін. Ағымдағы жылдың 1-12 сәуір аралығында Қазақстан Республикасы орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберіндегі информатика пәнінің мұғалімдерінің біліктілікті арттыру курсында өттім. Бұл курсқа Маңғыстау облысы бойынша ауыл, қала, елді мекендерден барлығы 28 мұғалім қатысты. Курс барысында курс тренері Шахимова Рышан Азанғалиқызының көмегімен біз қысқа мерзімді жоспар құру тәсілімен таныстық. Біз қысқа мерзімді құру жоспарымен 2012 жылы Назарбаев зияткерлік мектебі базасында дайындалған деңгейлік оқу бағдарламасында жұмыс жасап келе жатқанмен, саралау тәсілі, белсенді оқыту әдістері, бағалау критерийі туралы білімімізді кеңейттік. Курс барысында 28 мұғалім арасындағы тәжірибені алмасу, бір-бірімен методикасымен, жаңа технологиямен, ойын элементтерімен бөлісу қызықты болып өтті. Әсіресе белгілі бір тарауды, тақырыпты қорытындылау мақсатында қолданылатын кубик немесе нарды ойыны маған өзіме өте қызықты болды. Бұл оқушылардың тарау бойынша білімін жүйелеп, бекітіп, саралап, оларды бірізділікке, жинақылыққа және білім-білік дағдысын қалыптастыруға өте жақсы мүмкіндік береді.